Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін қызыл жасымықтан сорпа, яғни жасымық пастасын жасаймыз. Өте пайдалы және сіңімді, оңай және тез жасалатын тағам. Ол үшін бізге 2 ас қасық томат және 1-2 тіс сарымсақ пен жарты стақан сүт қажет болады. Сарымсақ пен томатымызды қуырып, су құйып, қайнаған соң үстіне 1 кесе қызыл жасымықты жақсылап жуып, тұзын салып, піскенше бұқтырамыз. Міне қызыл жасымығымызды жуып салып жатырмыз. Қайнағанша бетін жауып, бір араластырып, тұзын көріп, астын бәсеңдетіп қайнатасыздар. Және де 50 грамм сары май салуды ұмытпаңыздар. Сары майымызды салдық, бәрін араластырып, қайнағанын күтеміз. Қақпағын жауып, міне қайнады, суын бойына сіңіріп, бұқтырылған жасымымыз көбейіп, әдемі түс беріп тұр. Енді жасымымызды оттан түсіріп, осындай блендердің көмегімен жақсылап еземіз. Езгеннен кейін жарты стакан сүтімізді құямыз. Құйып тағы бір жақсылап араластырып, жақсы араласқанша араластырып аламыз. Бұл сорпа емес, паста сияқты. Өте жұмсақ тағам болып саналады. Енді міне сұйық емес, қою емес, әдемі болып шықты. Міне жақыннан қарағанда осындай ерекше әдемі түсімен, ерекше дәмімен жасымық сорпамыз дайын болды. Пастамыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар.